Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңдер. Кезекті 4-ші сабағымыздың тақырыбына тоқталайын. Тәртіп пен парыз. Тәртіп пен парыз ешкімді адастырмайды. Тәртіптің орындалуы міндетті. Барлығымызға ортақ парыз. Тәртіп амалсыз атқарылатын міндет ретінде емес, іштей мойындап, өзіне қажет санап талап қою. Осыған байланысты сендерге мектептегі тәртіптілік атты бейнежазба алып келдім. Мұқият тамашалаңыздар. Дана, сөмкеңді жинадың ба? Ертеңде уақыт бар ғой, сол кезде дайындаймын. Сабағыңды оқып болсаң, сөмкеңді дайындап қоюың керек. Сонда уақытың да көп болады. Әрі ұқыпты оқушы боласың. Ұқыпты? Ол қалай? Ұқыпты бала үнемі таза жүреді. Оқу құралдарын кірлетпей ұстайды. Сабаққа уақытылы дайындалады. Түсіндім, Алан. Оқушы тек ұқыпты ғана болмай, әдепті болу керек. Қалай? Әдепті бала әрдайым сабаққа дайындалып жүреді. Үсті басын таза ұстайды, үлкендермен амандасады. Сабақ басталмас бұрын оқулық, дәптер, оқу құралдарын дайындап отыру керек. Ал сабақта әдепті оқушы мұғалімнің айтқанын тыңдап, немесе жазып отырады. Иә, Алан, қоңырау болған кезде жүгіруге болмайды. Бірін-бірі итеруге де болмайды. Егер біреуді байқамай итерсең, кешірім сұрау керек. Мектепте ұқыпты әрі әдепті болсаң, сабақты жақсы оқитын боласың. Ал ұқыпсыз әдепсіз болсаң, еш ісің оңбайды, уақытың да жетпейді. Түсінікті. Қазір барып, сөмкемді дайындап қоямын. Балалар, сендерге бейнежазба ұнады ма? Мектептің өз тәртібі болады. Соны дұрыс орындап жүріңдер. Олай болса, сабағымыздың дәйек сөзін оқиық. Жақсы тәртіп көрсе бала күнінде, үлгісімен қуантады түбінде. Жүсіп баласы ғыни. Балалар, сендер өткен сабақтан бері бұл дәйек сөздің мағынасын түсініп алды деп ойлаймын. Яғни, бала күніңнен тәртіптілікке үйренсең, бұл сені дұрыс әрекетке баулайды. Нағыз тәртіптілік, ойың, ісің, сөзің бір болуы керек екен балалар. Яғни, тәртіп пен парыз, жауапкершілігі мол, тәртіпті тұлғаның бойында қалыптасады дей келе, келесі оқып үйренейік айдарына кезек берейік. Мен сендерге бүгін Мәдіхат Төрежановтың «Алғыс» атты әңгімесін алып келдім. Мұқият тыңдайық. Алғыс, Мәдіхат Төрежанов. Қызанаққа тойылғаннан кейін Қасым мен Хасен шешесіне: «Апа, дәмді қызанақ бергеніңіз үшін рахмет», деді. «Ол үшін алғысты маған айтпаңдар, жақсы қызанақ өсіргені үшін бақшаға айтыңдар». Балалар бақшаға жүгіріп келеді де, қызанақ өсіп тұрған сабақтарға бас иіп алғыс жаудырады. Қызанақ жапырақтары былай деп сыбырлайды: «Ол алғыстарыңды бізге айтпаңдар, қара топырақты жерге айтыңдар». Қасым мен Хасен жерге басын иіп, еңкейіп тұрып алғыс айтты. «Мейірімді жер, дәмді қызанақ өсіргенің үшін көп-көп рахмет. Ал жер болса, ол алғыстарыңды маған айтпаңдар, жаңбырсыз жер көктеп, бақша гүлдемейді». Қасым мен Хасен ауыл сыртындағы тауға келіп, тау басына шықты да, бұлт жақындаған кезде: «Рахмет саған, жомарт бол, сен мейіріміңе сусындаған қызанақты жеп, бір рахаттандық», деп айқайлайды. Бұл игі еңбекті бағалай білген балаларға былай дейді: «Ол алғыстарыңды маған айтпаңдар, нұр үстіне нұр төгіп, әлемге тіршілік себетін құдіретті күнге айтыңдар». Екі бала қара көзілдіріктерін киіп алып, күнге қарады да, бар дауыспен: «Уа, әлемге тіршілік, бұлтқа жаңбыр берген мейірімді күн, сенің сәулеңнен нәр алған қызанақ қандай тәтті еді, сол үшін саған көп-көп рахмет» десті.
Ол алғыстарыңды маған айтпаңдар, деді күн күлімдеп тұрып. Қызанақты отырғызып, дамылсыз баптаған адамға алғыс айтыңдар. Қызанақты дәмді еткен адамның еңбегі. Қасым мен Қасен бақшаны баптап жүрген шешесіне жүгіріп келді. Екеуі жарыса алғыстарын айтып шықты. Шешесі күлімдеп тұрып, менің еңбегімді бағалағандарың үшін сендерге де рахмет. Өздерің де бақшаға жеміс өсіріп, ерінбей, жалықпай күтіңдер. Ол өсіп өнім береді. Еңбектеріне жұрт сүйсініп, сендерге де алғыс айтатын болады, деді. Балалар, сендерге әңгіме ұнады ма? Мазмұны түсінікті ме? Қандай ой түйдіңдер? Әңгіме түсінікті болса, ендеше әңгіменің мазмұны бойынша экрандағы сұрақтарға жауап іздеп көріңдер. Неліктен барлығы алғысты басқаларға айту керек деп шешті? Балалар бұл оқиғадан қандай сабақ алды? Сендер кімдерге және нелерге алғыс білдірер едіңдер? Адамның қандай парыздары бар? Адам неліктен парызын дұрыс орындауы керек? Балалар, сендерге әңгіме түсінікті болса, мынандай шығармашылық жұмыстар жасайық. Бірінші тапсырма. Суреттерге қараңдар. Олардың алдындағы парыздарың туралы әңгімелеп беріңдер. Екінші тапсырма. Ата-баба мұрасын қастерлеу, ұрпақ парызы дегенді қалай түсінесіңдер? Айтып беріңдер. Балалар, шығармашылық жұмысты отбасы мүшелерімен бірге орындауға тырысыңдар. Бұл тапсырмаларды орындай отырып, сендер тақырып бойынша түсініктеріңді кеңейтесіңдер. Осылайша өз бойларыңдағы құндылықтар мен адами қасиеттерді іс жүзінде көрсете аласыңдар. Сонымен тәртіп пен парыз деген тақырыпты түсіндіңдер деп ойлаймын. Тәртіп пен парыз өтемді, төлемді қажет етпейді екен балалар. Адам парызға сәйкес әрекет етуі тиіс. Сонда барлық іс-әрекеті дұрыс болады. Рахмет, балалар. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңдар.